Бастауыш мектептің оқу бағдарламасының мазмұны жаңарту аясында математика пәні келесі дағдыларды дамытуға бағытталған. Ол логикалық ойлау, кеңістікте елестету, сыни тұрғысынан ойлау және шығармашылық қабілеттерді қалыптастыру, оқулық және тәжірибелік есептерді шығару, математикалық зерттеулерді жүргізу, коммуникативті дағдыларды дамыту, әлемді нақты түсіну үшін модельдеуді қолдану. Оқытудың сапасы бағдарламада ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыруына байланысты. Назарларыңызға екінші сыныптың математика пәнінен оқу мақсаттарын жүзеге асыру кезеңдерін ұсынып отырмыз. Балалар, біздің алдымызда қағаздан түрлі түстеген әртүрлі фигуралар келіп жатыр. Осыны біз қазір екі топқа жіктей аламыз ба? Қалай жіктеуге болады? Қараңыздаршы. Бұрыштарына. Қабырғалармен жіктей аламыз. Сосын Үстелмен. Ал кәне, ал жіктей болады. Енді қабырғалар олар не болады? Үшбұрыштар. Неге күн төрт бұрыштар болады? Өйткені олардың төрт төбесі, төрт бұрышы, төрт қабырғасы бар. Ал үш бұрыштар ше? Төрт бұрышта үш төбесі, үш қабырғасы және үш бұрышы бар. Өте жақсы. Өйткені бұл жерде қабырғаның төбе көбірек, бұл жерде қабырғаның төбесі бір бұрыш аз, иә? Қазір сіздер өздеріңізге ұнаған бір фигураны алыңыздар да. Осыларды біз ұзындықтарын өлшеп, нүктелермен белгілейміз. Біз қандай әріптермен белгілейміз осы? Латын әліпбиінің A, B, C, немесе D. Кішкентай ма? Үлкен әріптермен. Үлкен әріпті ал белгілей барайық. Қандай фигура шықты? Оқып берші. Үш бұрыш шықты. Қалай оқимыз? A, B, C. Үш бұрыш, иә? Толық оқып айтамыз. Инновацияда қандай фигура шықты? Шашы. Қалай атадың? A, B, C, D. Си қане, си көріп тұрған жоқ. Си әрпімен белгілесейші, сыртынан белгілеп. Көрінетіндей. Ал сізге қандай фигура шықты? Екі төрт бұрыш. Қалай оқылады? A, B, C, D. Ал Ерал сіздерші. Үш бұрыш. Қалай оқылды? A, B, C. Үш бұрыш. Ал енді қараңыздар, осы фигураның периметрін табу үшін біз мына жерде кімге қай периметр табу ыңғайлы осы жерде формуласы берілген. Осыған қарап отырып өзіміздің фигурамыздың периметрін табуымыз керек. Сіздікі неше болды? Менде 29. Ал 29 сантиметрде неше сантиметр, неше дециметр? Неше дециметр, неше сантиметр бар? Айналдырамыз. Сіздікі неше болды? Сіз қай формуланы таңдадыңыз? Дұрыс па сіздің таңдағаныңыз? Өлшем білетін отыз неше? Жоқ, бірінші жасайшы, неше болды? 34 сантиметр. Ол неше дециметр и неше сантиметр? Неше болды? 30 сантиметр, неше дециметр? 4 дециметр. И неше сантиметр? 2 сантиметр. Сіздікі неше болды? 10 сантиметр, 9 сантиметр. Жоқ. Периметріңіз неше сантиметр болды? 29. Ал ол неше дециметр, неше сантиметр болды? 2 дециметр, 9 сантиметр. Өте жақсы. Сіздікі? Менде Жоқ, неше болды периметріңіз? 36 не? Периметр деген өлшем болды жоқ? Ал сізде неше болды? 34 сантиметр болды. Ол дегеніміз 3 дециметр, 4 сантиметр. Өте жақсы. Ал сіздікі?
30 жерге біз не деп жазамыз? 36. Не жасаңыз? Енді қарап қояйық. Қолымызға резина алайық. Мына жерге өзіміздің қалауымызша мына жерге бір фигура салып алайық. Үшбұрыш. Неге үшбұрыш? Қандай үшбұрыш? Үшбұрыштың ішінде қандай үшбұрыш? Бізде үшбұрыштар бар, иә? Бөлген үшбұрыш және тік бұрышты үшбұрыш. Сізге қай үшбұрыш қосылады дейміз? Осы өйткені бір қабырғасы не болып тұр? Ал сізге қандай фигура ереді? Тіктөртбұрыш. Ал ене бар да? Тіктөртбұрыш. Ал ералыда қандай фигура? Шаршы. Ал енді қай? Неге шаршы деп отырмыз? Ералы? Өйткені 4 қабырғасы да бар. 4 қабырғасы. Ал сізде? Менде тіктөк бұрыштың қарама-қарсы қабырғалары Бірдей болды. Ал енді қарап, Ернұрдікі да тіктөртбұрыш.